Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Амели Акимбай. Өткен видеода трейдинг дегеніміз не, биржа дегеніміз не, брокер деген не, қанша уақытта біз табысқа шыға аламыз, не себепті компаниялар өздерінің акцияларын сатылымға шығарады, осыларды түсіндірген болатын. Бүгінгі видеода көптеген трейдерлардың анализ жасайтын платформасы TradingViewмен таныстыратын боламын. Бүгін бұл платформада регистрация жасаймыз және де қалай жұмыс жасау керек екендігін көрсетемін. Олай болса кеттік. Алдымен Google-ға TradingView деп жазамыз. tradingview.com. Мына жерде оң жағында, жоғары жағында регистрация деген жер бар. Басамыз. Төмен түссек астында подписки бөлімі тұр. Бізге платная подписка қажет емес. Сол үшін үстіне қарай өтеміз. Регистрация $0 навсегда. Регистрация біз через Google аккаунт арқылы кіре аламыз, немесе Facebook, Twitter деген сияқты әртүрлі жолдары бар. Және де Mail.ru-мен кірсек болады. Қазір сіздерге Mail.ru-мен қалай тіркелу екенін көрсетемін. Mail.ru басасыздар, мұнда почтаңыздың атын жазасыз. Мен тіркелмеген бір почтаны жазайын. Так, ZRD. Mail.ru. Пароль жазасыздар өздеріңізге ойлап. Создать учетную запись. Кетті. Енді сіздерге мына жаққа почтаңызға сообщение келуі қажет. Кеттік. Активировать профиль. Все, сізде жасалды регистрация. Енді имя пользователя қалдыра салсақ болады. Все, далее. Енді бізде жасалды регистрация. Z деп жазылып тұр мына жерде. Ары қарай продукты дегенді басамыз үстінен. Супер графики бізге қажет. Бізде мынау TradingView платформасы ашылды. Осылай басқан кезде үстіне көтерсеңіздер график жылжымауы мүмкін. Сол кезде жанынан оң жағына апарып, сол батырманы басып, астына үстіне қозғалтсаңыз, келесіде осылай жылжытатын бола бересіз. Енді платформамен таныстырайын. Регистрацияны аяқтадық. Енді танысу басталсын. Мына үстіңгі жағында лупаның жанына біз кез келген компанияның акцияны, немесе форекстегі активтерді, криптовалютаны жазсақ болады. Жазып, біз оның әр күнгі қозғалысын көре аламыз. Давайте мысалға Тесланкын жазайық. Тесла. Таңдаған кезде мұнда мән береміз. Әр түрлі биржалар бар. Біз американский биржада жұмыс жасағандықтан бізге NASDAQ немесе New York Stock Exchange деген екі жазу керек болады. Тесланың қозғалысын көрсететін график мына жерде толығымен ашылды. Бұл жерге кез келген компанияның атын жазсақ болады. Ол кезде қалай жазамыз? Жазу үшін біз ол компанияның тикер символын білуіміз керек. Тикер символ дегеніміз ол қысқартылған түрі. Мысалға, Apple компанияның атын болса, оныкі AAPL. Мына жерден таңдаймыз, міне NASDAQ деп тұр. Американың гербі туы шығып тұр мына жерде. Соны белгілейміз. Мына жерде Apple компаниясының қозғалысы бізге қазір көрініп тұр. Соңғы келген бағасы $218.27. Кез келгенін дәл осылай жазамыз. Алтындікі мысалға USD.
Бұл жерде брокер таңдаған кезде кез келгенін таңдай беруімізге болады. Именно акцияларға келген кезде жаңағы екі NASDAQ немесе New York Stock Exchange екеуін таңдағандарыңыз дұрыс болады. Хауизде. Мынау уже алтынның қазіргі бағасы 3023-ті көрсетіп тұр, және қозғалысын барлығын осылай көре аласыздар. Тикер символды қалай табамын дейсіздер ғой, акцияның компанияның тикер символын. Ол үшін Google-ға жазасыз, өзіңізге қажетті компанияның тикер символын білгіңіз келсе. Мысалға, қандай компанияны жазайық? Каспий. Каспий тикер. Мына жерде шығарып береді. NASDAQ-та KSPI деп жазылып тұрады екен. То есть толығымен Каспий деп жазбайсыздар. Мына жерге жазасыз. Міне, NASDAQ, мынау Каспий компаниясының сізге қозғалысын көрсетіп береді. Соңғы келген бағасы $94 98 цент. Осы жерде бірден айтып өтейін, не себепті біз Қазақстанның компанияларының акцияларын дей трейдингке, жалпы трейдингке алмаймыз. Себебі оның қозғалысы өте аз. Мына жерде D деп тұр. Бұл бізде таймфрейм деген сөз, яғни уақыттарды көрсетеді. Бір күндік D деген бір күндікті көрсетеді. Daily time frame. Ана қазір үлкейтіп қарайтын болсақ, мынау оң жағында бұл бізге доллар, яғни бір акцияның құнын береді. Каспий компаниясының бір акциясының құны қазіргі уақытта $94 шамасында тұр. Оң жағы соны көрсетеді, және де астыңғы жағы бізге уақыттарды көрсетеді. Сол жағын, ана жерге мышканы алып келеміз да, сол жақ мышканы басамыз, және жылжыта береміз. Үлкейтіп, көбейтуімізге болады. Бізге бір күндік қозғалысын көрейік. Tesla компаниясын. Ой, Каспий компаниясын. 21 март, пятница күні болғанына қозғалыс. Максимум және минимум нүктелерін белгілеп алайық. Ол үшін линия тренда дегенді басамыз. Мына жерде мысалға ең төменгі келген жері $93 $93.84 ба? $93.83. 93.80 деп жазайықшы жарайды. $93.80, $93.80. Және де максимум сол күні болған баға, мына уақытты алайық. Ол $96.45. $96.45. Енді қараңыз. Мына жердегі айырмашылық, яғни бір күндегі движение тек қана $3 шамасында болған. Мына жерде $3 шамасында ғана қозғалыс көрсетіп тұр. Яғни мына жерден пайда табу бізге дей трейдингте өте қиын. Ал сол күнгі қозғалысты алатын болсақ, мысалға, Каспий емес, Tesla компаниясын, американдық компанияны алайық. Соңғы күнгі қозғалысы, Daily деп тұр. Соңғы 21 март күні, міне, мышканы дәл үстіне апарсақ көрсетіп береді. Мына жасыл свечка. Оның астыңғы бөлігін алсақ, мына жерде $234 шамасында, үстіңгі барған жері басына дейін 248-дің маңында. Енді санаңыздар. Қанша доллар бір күнде қозғалыс көрсеткен? 249-да жетіпті 50-ге жақында. 249-да 47, 50 деп алайын. 49-да 50. Ал төменгі басталған жері 234-те 50 деп алайын. Мына жерде демек бір күн ішінде $15 қозғалыс көрсетіп тұр. Бізге осы $15 жұмыс жасаған ыңғайлы ма?
немесе $3 жұмыс жасаған ыңғайлы ма? Сол үшін де біз дей трейдингке осындай американдық компанияларды қолданамыз. Кеттік, ары қарай түсіндіретін болсақ. Таймфреймді көрсеттік, яғни бұл бір күндегі қозғалыс дедік. Жалпы бір күн бойы маркет мысалы 6,5 сағат жұмыс жасаса, 6,5 сағатта осы бағадан басталып, 234.50-ден басталып, соңында 249.50-ге дейін өскен болатын. Бір күнде қозғалыс көрсетіп тұр. Бір свечі. Егер мына дейлиді ауыстыратын болса, уақытын біз әрбір 15 минут сайын қозғалысын көре аламыз. Ол кезде әрбір 15 минут сайын мына жақтан бастап бір свеча 15 минутта қозғалысты көрсетеді. Қандай бағалардың арасында сатылым болған? Яғни мына свечаны алатын болса, так, мына жақтан басталып тұр ғой, 21-і. Үшінші 15 минутта 19:00-де уже 238.90-нан 242-ге дейін өскен болатын. Мына уақытта қозғалысты көрсетеді. Немесе осыны 15 минуттан алып тастап, біз бір сағат сайын, әрбір бір сағат сайын қандай бағалардың арасында сатылым болған көре аламыз. Міне мына уақытта 20:30-дың аралығында 21:00-ге дейін мысалға 245-тен 239-дан 245-ке дейін бұл өскен болатын. Осы баға арасында саудаланған болатын. Яғни бізге таймфрейм деген именно уақытты аралықтарын ғана көрсетеді. Біз бір күндегі жалпы қозғалысты көру үшін дейлиді қолданамыз. 1 день деп. Немесе ішінен жаңағыдай 45 минут сайын, 30 минут сайын, 10 минут сайын қозғалыстарды көрсек болады. Немесе бір апта бойынша Tesla компаниясы қандай уақыттарда, қандай бағаларда қозғалғанын да көруімізге болады. Таймфрейм бізге осындай қозғалыстарды білуіміз үшін қажет болады. Келесі біздегі бізге осындай қажет еместерді өшіруіміз үшін мына жерде корзина бар. Корзинаны басамыз, удалить. Барлығын өшіріп тастайды. Келесі біздегі свечи. Японский свечи дейді. Әртүрлі свечалардың түрлері болады. Өзіміздің таңдауымызға байланысты таңдасақ болады. Пустые свечи. Барлығын үшін пустой болады. Келесі бары. Осындай бар түрінде де қолдансақ болады. Немесе линия түрінде де болады. Бұл барлығы осы бір ғана қозғалысты көрсетеді. Барлығы бірдей. Тек өзіңізге қайсысы ыңғайлы соны қолданасыз. Хайкенаши деген бар. Японский свечаға ұқсас болады. Бірақ барлығымыздың, көпшілігіміздің қазір қолданып жүргеніміз японский свечи, көз осыған үйренген. Осымен анализ жасауға да өте ыңғайлы. Соны таңдаймыз. Японский свечи. Одан кейін индикатор деп тұр. Индикаторды алдағы уақытта жеке сабақ болады, жеке түсіндіретін боламын. Қандай индикаторлар бар? Бұл бізге көмекші құралдар. Бұлар бізге нақты анализде ақпарат бермейді, бірақ жақсы өзімізге көмектесетін қолданатын индикаторларымыз бар. Объем деген сияқты ана жақтан. Оны алдағы уақытта түсіндіретін боламын. Так, енді сол жаққа қарай барайық. Сол жағында не бар? Линия тренда бірінші тұрған жері. Бұл бізге бір бағадан бір баға дейін, мысалы ана жақтан мына жерге дейінгіні сызып көре аламыз. Осындай расстояниеда. Біз уровеньдер сызған кезде осы линия тренда қолданамыз. Келесі бізде қолданатын көп горизонтальная линия, ол басынан аяғына дейін осылай сізге бұрынғы уақыттардың барлығына сызып көрсетеді. Алдыңғысы ол тек қана өзіңіз белгіленген жерді ғана сызса, мынау барлық ұзын сплошной сізге сызық сызып береді. Келесі вертикальный линия, мысалға бір күн деген анализ жасағыңыз келсе, 19 март, 20 март бастаған күні, осылай үлкейтіп қойып, әрбір свечаны қарайтын болсаңыз, осылай мына сызықты қолдансаңыз болады. Біз қолданатын одан кейін параллельный канал деген бар. Ол каналдарды тоже тренд сабақ болған кезде сіздерге түсіндіретін боламын. Осылайынан сызасыздар. Бүгін кез келген осындай сызықтарды сызып, көздеріңізді, қолдарыңызды үйретіп көрсеңіздер болады. Вилка түрінде бар. Так, шаблондар бізге қазірге қолдануға қажет емес. Әртүрлі паттерндар болады. Оларды тоже кейін. Так,
мына жерде позиция ашқан кезге бізге длинная позиция немесе короткая позиция деген кезде бұл бізге бағаны есептеу үшін қажет болады. Например, 1 сағаттықтан 4 сағатқа ауысайын. Егер мына жерден біз позиция ашатын болсақ, сол кезде мына жерден біз лонг деп ашатын болсақ, біз лонгты қай жерге дейін ұстай аламыз. Соны көруіміз үшін бізге осындай қолдансақ болады. Астына біз стопты қоямыз, астында демек, мына бағадан төмен түссе, мысалы 223-тен төмен түссе, біздің сделкамыз жабылып кететіндей. Бұл стоп-лосс пен take profit сабағы. Оны сіздерге отдельно тоже түсіндіретін боламын. Келесі мұнда кес деген бар, анализ жасаған кезіңізде осылай өзіңіз белгілеп, сызып, жазып қойсаңыз да болады сөздерді. Стрелканы қоясыз, вверх, вниз деп анализ кезінде так, мына жақтан өсіп бара жатыр, қазір құлайды деген сияқты өзіңізге белгі қойып қойсаңыз да болады. Прямоугольник тоже осындай бір каналды тоже сызған кезде қолдануға ыңғайлы. Яғни қазір баға осы аралықта тұр, мына аралықты бұзғаннан кейін үстіне қарай кетеді деген сияқты анализді тоже қолданасыз. Көпшілік қолданатын болса текст жазсаңыз болады, мына жаққа жазып қоясыз. Өзіңізге есеп ретінде мына жерде, например, уровень бар деген сияқты. Уровень, resistance. Уровень сопротивления. Немесе біз resistance дейміз. Так, уровеньді біз мысалға сызатын болсақ, горизонтальный линиямен сызамыз мына жерде. Скажем, мына жерде бізде уровень сопротивления бар. Немесе уровень resistance деп аталады. Дальше бізде линейка бар, линейканы қолдансаңыздар болады тоже. Мына астыңғы ең келген бағадан мына күнге дейін қазір қанша баға өсті, соны көруіміз үшін ыңғайлы. Мысалға 14% өскен болатын, объем осындай деген сияқты 11 марттан бүгінгі күнге дейін 14% өскен. Линейкамен сызып көрсеңіздер де болады. Дальше что? Және осы сызған сызықтың барлығын көрсетпей жауып қоюымызға болады. Қайтадан ашамыз. Мына уже удалить барлығын. Мына жақ түсінікті деп ойлаймын, өздеріңіз ашып, көріп, сызып көрсеңіздер болады. Қолды, көзді үйрету мақсатында ғана. Алдағы уақытта олардың бәрін қолданылатын кездерінде көрсететін боламын. Так, индикатор туралы айттым. Енді мына жаққа келейік, сол жағына келсек. Список котировок. Мына жақта өздеріңіз күнделікті қолданатын мысалға Apple. Apple'ды қосып қойсаңыз болады. Осылай өзіңізге қажетті валюталарды, криптовалюталар, акцияларды қосып отырсаңыз болады. Керек еместерін алып тастайсыз. Мысалға нарық қолданбайсыз ба? Өшіріп тастайсыз. Акциялар, мысалы Газпромды қолданбайсыз, сатпайсыз. Фьючерстарды қолданбайсыз, алып тастайсыз. Валюталарды қолданбайсыз. Жақсы, ана жерде евро-доллар мысалға бар, қолданасыз. Мынау бар, фунт бар. Криптовалюта бар, мысалға биткоинді күнделікті торговля істейтін болсаңыз, қолдансаңыз болады. Яғни мына жақтағы тикер символдарды каждый раз жазып отырмайсыз, мына жақтан өзіңізге так избранный сияқты сақтап қоясыз. Мысалы криптовалюта бар. Ішінде биткоин сақтап қоясыз, эфирін жазып қойдыңыз. Саған үшіншісі керек емес сізге, алып тастайсыз. Apple тұр міне. Сосын одан кейін Apple'дан кейін өзіңізге қажетті жаңағы Тесланы жазып қоясыз. Так, Тесланы мына жаққа жасаймын. Все, қосылды мына жерде.
То есть каждый раз сіз осылай жазбайсыз, мына жақтан сізде тұрады уже. Apple ма Apple керек, мына баса саласыз, Tesla баса саласыз. Осылай өзіңізге торговля жасайтын активтерді қосып қойсаңыз болады. Мына жерде астында Tesla деп тұр ма? Tesla деген компания туралы барлық ақпараттарын беріп қояды. Қандай немен айналысады? Мысалы, автомобиль өндіреді Tesla. Соңғы рынок жабық кезіндегі бағасы, келген бағасы 248,71. Қазір бізде рынок жабық, понедельник күні ашылады. Жалпы фондовый маркет 5-2 графикпен жұмыс жасайды. С понедельника по пятницу они работают, суббота, воскресенье отдыхают. Олардың ендігі отчет тапсыратын күні 37 күннен кейін Tesla компаниясының отчеты болады. Жалпы оның обороты, капитализациясы 799 миллиард. Tesla компаниясы міне дивиденд бермейді. Осылай барлық ақпараттарды астынан оқып алсаңыздар болады. Енді маркеттің жұмыс жасау уақытын сіздерге түсіндірейін. Фондовый маркетке келетін болсақ, именно акциялар мен сауда кезінде жаңа айттым 5-2 графикпен жұмыс жасайды. Және де ол Америка уақытысымен жұмыс жасау уақытысы таңғы 9:30 мен түскі 4 уақытында жұмыс жасайды. Ол біздің Қазақстан уақытысымен қазіргі уақытта 18:30 бен бізде 01:00 арасында. Яғни біз осы уақыт арасында торговля жасай аламыз. Ол уақытты сіздерге қалай өзгерту керек қазір көрсетейін. Мына жерде астынан барасыздар. Бізге өзіміздің +5 Қазақстанның уақытысын белгілеп аласыздар. Так, +1, +2, вот +5 Астана деп белгілейсіздер. Одан кейін настройки бөліміне барасыз мына жерде. Сессия бөліміне барасыз. Торговые данные вне сессии деген бөлімге кіресіз. Осы кезде сізге осындай 3 бөлек сызықша шығады. 3 бөлек маркет шығып тұрады. Осылай қояйын қазір. 3 түрлі түс. Бұл жерде маркет 3 фазада жұмыс жасап тұр. Премаркет, автомаркет және маркет. Именно маркет зонасында біз торговля жасаймыз. 30 минутқа қояйын таймфреймді, чтобы әрбір минутын сіздерге көрсете алатындай. Міне, сағат 18:30-да Қазақстан уақытысымен маркет ашылады. Түнгі сағат 1-де, міне астына қарасаңыздар, жазылып тұр 27 март 01:00-де маркет жабылады. Яғни мына аралықта біз жұмыс жасайсыз. Осы уақыт аралығында сіз покупка, продажа жасап үлгересіз, табыс табасыз. Ал маркет жабылғаннан кейінгі уақыт мына жерде автомаркет деп аталады. Ол жақта сіз жұмыс жасай алмайсыз. Жазып қояйын. Маркет. Түсін ауыстырайын мына жерде. Маркеттің уақытысы сіздер осы кезде жұмыс жасай аласыздар. Маркеттен кейінгі уақыт автомаркет деп аталады. Автомаркет. Бұл кезде сіздер жұмыс жасай алмайсыздар. Түнгі сағат 1 менен түскі 1-ге дейін жұмыс жасай алмайсыздар. Түсте 1-де, міне мына уақытта, премаркет зонасы ашылады. Кейбір брокерлерде бұл жерде торговля жасауға болады. Бірақ особо қажеттілігі жоқ, себебі бұл жерде қатты қозғалыстар бола қоймайды. Мысалға, қарасаңыздар, мына төменгі барған жер ең төменгі 232.96, 233-тен, 233 доллардан мына жерге дейін, 238-ге дейін. Бір 5 доллар қозғалыс жасаған. 5 доллар қозғалыс. Мышка. 5 доллар қозғалыс жасаған.
Ал мына жерде 234-тен 249-ға дейін 15 доллар қозғалыс жасаған. Яғни сізге осындай қозғалыс үлкен кезде торговля жасаған ыңғайлы болады. Сол үшін біз маркеттің уақытысында ғана жұмыс жасаймыз. Премаркет кезінде біз анализ жасаймыз маркеттің. Бұл премаркет зонасы қазіргі маркеттің қай жаққа қарай баратынын анықтауға көмектесетін бізде маркет. Осыған қарап анализ тоже жасаймыз. Автомаркетке тиіспейміз. Түсінікті ғой осы жері. Ауыстыру үшін мына жерде настройкаға барамыз. Сессия и торговые данные вне сессии деген бөлімге өтеміз. Ал жалпы мына жердің темасын ауыстыру үшін мысалға мен поискке жазамын мына жаққа. Тема деп. И жаңа темная теманы алып тастай саламын. Ал уже бізде ақ осылай көрсететін болады. Маған қара ыңғайлы, сондықтан қара теманы мен қойып қоямын. Бұл жер түсінікті болса, өшіріп тастайын. Дальше. Енді акцияларды біз қалай аламыз және қалай сатамыз. Төменге қарай түсетін болсақ, мына астында бізде торговый панель деген жер бар. Сол жерге басамыз, үстіне қарай жоғары көтерсек, әртүрлі брокерлер шығады. То есть, біздің мына жасап жатқан платформа бұл бізге анализ жасауға көмектесетін платформа. Біз бұл жерде бұл брокер емес біз үшін. Тек қана анализ жасауға арналған. Брокерлердің түрлері көп. Осындай сіздерде брокерде счетыңыз болса, осы платформаға подключение жасайсыз, одан кейін одновременно покупка-продажа істей аласыз. Немесе сіз өзіңіз бөлек телефонда осылай брокерден счет ашасыз, счет ашып, осы жаққа покупка-продажаны басып отырасыз. Ал трейдингтен тек қана анализ жасап отырасыз. Яғни баға жоғары кете ма, төмен кете ма, соны алдын ала қарап анализ жасайсыз. Мен мысалға өзім тек қана анализ жасау үшін ғана қолданамын, ешқандай оған бірге подключение жасамаймын. Бірінші тұрған бізде paper trading. Бұл өзі осы платформаның демо версиясы, яғни демо счеты. Осыны қолданып сіздер осы жерде практика жасап үйренсеңіздер болады. Басамыз paper trading, подключить. Сізге сразу осылай демо счет ашылды. Жазылып тұр мына жерде. Демо счет 100 000 доллар. Яғни бұл 100 000 доллар сізге өте көп. Сіз ол үшін күнделікті өмірде қанша ақшамен бастай аласыз, сондай ақшаның примерно мөлшерін жазып, сол ақшамен жұмыс жасап үйренген ыңғайлы болады. Ол үшін мына жерге настройки бөліміне барасыз. Так, сбросить. Мына жерге өзіңізге қажетті сумманы жазасыз. Мысалға сіз өзіңіз 500 доллардан бастай аласыз ба? 500 доллардың бағасын жазып қоясыз. Немесе давайте бір 1000 долларды алайық. 1000 доллар. Сбросить. Енді сіздің счетыңызда мына жерде 1000 доллар бар. Бұл демо счет. Қазір сіздерге торговля жасап көрсетейін. Бүгін қазіргі уақытта маркет жабық, сондықтан да бұл жерде торговля болмайды. Сол үшін давайте сіздерге бір криптовалютаның бір түрімен торговля ашып көрсетейін. Криптовалютный рынок ол 24/7 без выходных жұмыс жасай береді. Мысалға, так, BNB или эфириум. Так. Эфириумды алайын. Бұл да бір биткоин сияқты криптовалютаның түрі. Мысалға, дәл қазір мен эфириумды сатсам болады осы жерден. 2000-да тұр ма? Продать деп та жерден басамын. Яғни мен шорт позиция ашамын осы жерде. Шорт деп кіремін. Продать. Менде қазір лимитка ашылды. Лимитпен ашылды. Так, маған енді бұл қазіргі рыночный бағамен ашылуы қажет.
продать. Біз мына жерде рыночный лимит деген екі түрлі осындай сатып алу сатылу болады. Рыночный деген ол дәл қазіргі маркеттің бағасымен, қазіргі келіп тұрған бағасымен сатып алу. Лимит дегеніміз, біз өзіңіз ойлайсыз, мына бағаға келгенде, мысалы 2005-ке келген кезде, 2005-те жеткен кезде мен сатамын деген сияқты өзіңіз алдын ала лимит қойып қойсаңыз болады. Мен қазір осы маркеттің бағасымен сатайын. Давайте мен біреумен ашайын. И продать. Қазіргі бағамен менде қазір саттым. Шорт позицияға кірдім. Продать деген бізде sell, яғни продавать ағылшынша, sell. Купить деген buy английском. Мен аштым қазір позиция, мына жерде жасыл жанып тұрған, бұл менің қазіргі уже прибылім. Баға құлаған сайын, енді менің прибылім өсетін болады. Себебі мен бағаны құлайды қазір деп, мен шорт позицияға кірген болатын. Менің өзімнің қандай позиция ашқандарымды оны астынан көрсеңіз болады. Мына жерде сіздің позицияңыз тұрады міне. Так, заявки алдында тұрған, но қазіргі ашық позиция міне 0.20 деп тұр. Но бұл құлаған сайын менің прибылімді көбейетін болады. Осы жерде сіздерге мен жаңа сіздерге термин stop loss пен take profit түсіндіріп өтейін. Stop loss, take profit деген нәрсе бар. Take деген сөз өзі прибыль, take profit. Profit деген уже прибыль деген сөз. Яғни мен бір бағаға келгенде өзімнің профитімді алсам болады. Мысалға, осылай үстінен басамыз, сол мышканы сол жағымен басып, мына жерге дейін соссам болады. Скажем, 1992-де 9-ға келген кезде, осы бағаға келген кезде, мені шығарып жібер деген мен жаққа приказ қойып қоямын. $8 плюспен. Бұл тек қана мысал ретінде ғана. Осылай қоямын. Немесе қазір баға үстіне қарай өсіп бара жатса, мен өзімнің минусымды сақтауым үшін, барлық ақшамнан айырылып қалмау үшін үстіне стоп қойсам болады. Оны да есептеп қоямын. Мысалы, стоп лосс деген кнопканы үстінен басасыздар да үстіне қарай әкелесіздер. Мысалы, 2005-4 деген бағаға келіп жатса, үстіне қарай өсіп жатса, онда мені минус $4 шығарып жер деген мен жерге приказ қойып қойдым. Яғни сіз барлық ақшаңызды шексіз жоғалтып нөлге апармайсыз. Өзіңіздің есептелген рискіңіз бойынша ғана осылай позицияға кіретін боласыз. Баға қазір үстіне қарай кетсе, мына жаққа қарай кетіп қалса, асып кетсе де, мына 2012-2020 кетіп қалса да, мен шексіз минусқа кірмеймін. Себебі мен лимитім мына жерде тұр. Мені автоматты түрде мына жерге келген кезде минус $4 ғана шығарып жібереді болды. Ал егер төмен қарай баға шынымен де шорт позиция бойынша құлап келе жатса, менің идеям орындалса, онда 92-ге келген кезде мен $8 плюспен мені жабады да, мен өзім прибылімді аламын. Ол мүмкін дальше астына қарай құлап кететін шығар, 76-70-ке қарай. Бірақ ол кезде маған ешқандай пайдасы жоқ, себебі менің лимитім мына жерде тұрды. Стоп лосс деген, түсінікті ғой, стоп лосс яғни сізді шексіз минустан қорғайды. Take profit сізді прибыліңізді алып үлгеруіңізге көмектесетін құрал. Кейде баға келеді, сіздің профитіңізге қарай келе жатады. Профитіңізге қарай келіп, мына жерге келіп өтіп, қайтадан үстіне қарай көтеріп кетуі мүмкін. Сол кезде сізге take profit өзіңіздің профитіңізді алып қалуға көмектесетін құрал. Take profitті қалай қоямыз, стоп лоссты қалай есептейміз, ол туралы отдельно түсіндіретін видео сабақтар болады. Дәл қазіргі менің түсіндіргім келгені осындай take profit пен стоп лосстың бар екенін сізге көрсеткім келді. Дәл қазіргі уақытта менің прибылім $2.20 құрап тұр. Баға төмен қарай құлап келе жатыр. Яғни менің шорт позициям орындалып тұр. Мен үстінен осылай продать деген кезде сразу шорт позиция менде орындалған болатын. Күнделікті осылай өздеріңіздің қолдарыңызды үйретіп жасап көрсеңіздер болады. Мен қазір позициямды жауып тастаймын $2 закрыть позицию. Все. Менің позициям жабылды, және де менің счетыма қарасаңыздар $1002 тұр. Яғни мен қазір сіздерге түсіндіріп отырып $2
пайдада болдым. Бүгінгілікке осы сабақ сіздерге жеткілікті болады. Алдағы уақытта тренингті осылай қатарынан сабақтар салып отырып сіздерге түсіндіретін боламын. Сабақ пайдалы болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, комментке қалдырыңыздар. Және де практика жасап үйреніңіздер, қолдарыңызды, көздеріңізді үйрете беріңіздер. Менің инстаграм парақшам amiri.inf, тіркеліп жазып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.